Сәлем достым, саған бір өтінішім бар. Бір сәтке барлық проблемаларыңды ұмытып, мені тыңда. Қиындықтарды бастан өткеріп жатқаныңды білемін. Кейде тіпті шыдамың таусылатынын да білемін. Бірақ сен әлсіздердің қатарында емессің, солай ма? Өмір қанша ауыр соққы жасаса да берілмейсің. Өзіңе сеніп, жұмыс жасауды, өзіңді дамытуды жалғастырасың. Соңында бар қиындықты жеңіп шығасың. Сенің арманыңның орындалмауына кедергі келтіретін жағдайлар, қиындықтар мен саған сенбейтін адамдар әрдайым болады. Қандай жағдай болса да берілме. Артқа қадам жасаушы болма. Ішкі құлшынысыңды оят. Егер сен ерекше нәтижелерге қол жеткізгің келсе, тек барлығы жақсы болған кезде ғана емес, немесе шабытың келіп мотивациялық видео көрген кезде ғана емес, әр күн сайын, кез келген әрекет жасаған сайын, ерекше құлшыныспен, ерекше ынтамен жасауың керек. Өзіңе деген сенімді арттыр. Физикалық, психологиялық тұрғыдан шаршап, айналаңның бәрі саған қарсы болғандай көрінген кезде, бар күшіңді салып, максимум әрекет қыл. Егер де дәл осылай тағы және тағы бір әрекет етсең, байқай бастайсың. Мүмкін бірден емес, бірақ өміріңнің түзеліп келе жатқанын байқай бастайсың. Әртүрлі жағдайларға, жолыңды бөгіп тұрған кедергілерге қарамастан, қойған мақсатыңа қол жеткізесің. Бірақ ол үшін сен ең бірінші өзіңе сенуің керек. Өзіңе сенуің керек дегенде тек ішкі түйсігіңмен сенгенің ғана емес, соны дәлелдейтін нақты іс-әрекеттерді айтып отырмын. Егер сен алдыңа қойған мақсаттарыңа жету үшін әрекет етпесең, өзіңе сенімдімін деп айта алмайсың. Сенім әрекетпен дәлелдену керек. Нақты мәселелерді шешу үшін жасалған нақты әрекетпен дәлелдену керек. Мәселе мақсатыңа жетудің қиындығында емес, сенің шешім қабылдауыңда, кез келген қалауыңа қол жеткізе алатыныңды білесің. Демек, мәселе тек сенің шешім қабылдауыңда. Өзіңе сенемін деп шешім қабылдадың ба? Және осы сенімді әрекетпен дәлелдеймін, бәрі біткендей болып көрінген кезде де тоқтамай жалғастыруға дайынмын деп шешім қабылдадың ба? Қойған мақсатыңа қарай жүр. Нәтижеге қол жеткізген сәтіңді елестет. Өзіңе сен де әрекет ет.